Хризантема жасаймыз. Бізге осындай насадка керек болады. Хризантемаға арналған. Номері жоқ. Бұның үлкенді, кішкентайы да болады. Среднийін аласыздар. Бізге тағы да основасы керек болады. Осындай основа керек болады. Ортасынан бастайсыздар. И осылай насадканы қойған соң былай ортаңғы жағын жабасыздар деп. Бұл белковый крем. Белковый кремнен гүл жасауды көрсетіп жатырмыз сізге. Сіздерге ақырын жасап. Мінекей біреуін қойдыңыздар. Былайынан ортаңғы жағын осылай жауып шығасыздар. Төменнен қысасыздар да кремге жабысқаннан кейін көтеріп былай жауып жібересіздер ортаңғы жағын. Осылай айландырып шығасыздар. Сосын туыры қоясыздар да насадканы, и туыры жапырағын қойып шығасыздар. Гүл бірінші жабылып, потом ақырын ашылып бастайды. Насадканы туыры қойып, туыры қоясыздар. Енді ашсаңыздар болады. Қойып былай қиялатып жібересіздер, гүлді ашылғандай. Осылай қолдарыңызды үйретіп алыңыздар. Главный төмен жағын көбірек қысу керек. Бір-біріне жабысып тұру керек жапырақтары. Содан кейін көтеріп жібересіздер соңында. Бірі үлкен, бірі кішкентай болса ештеңе қылмайды. Табиғи гүлдерде де осындай әртүрлі болып шығады жапырақтары. Осылай төмен қарай түсе бересіздер. Былай ашып қоясыздар да, көтересіздер де, былай қиялатып қоясыздар. Қысасыздар, қиялатып осылай көтересіздер. Деп ашып осылай қоясыздар. Сол кезде жапырақтары ашылып, гүл ашылып тұрғандай болып көрінеді. Барлығы оңай, қолдарыңызды үйретсеңіздер болады. Осылай бір қолыңызбен айландырып тұрасыз. Бір қолыңызбен гүл жасайсыз. Насадкаменен. Өзіңізге ыңғайлы қылып крем салып алыңыздар. Көп крем салсаңыздар қолыңызға неудобно болуы мүмкін. Сол үшін
аздау салып бір гүлге жететіндей етіп и до конца осылай мына несіне қоясыздар да насадканы, и осылай қысқан соң осылай жібересіздер, жапырақтары ашылады. Насадканы сүртіп тұрыңыздар арасында, жапырақ әдемі гладкий шығу үшін. И осылай до конца барлығын жапырақтарын қойып шығасыздар, основасы біткенше. Астындағысын үлкенірек қылсаңыздар болады, жапырағын. Мінекей біздің хризантема гүліміз. Осылай қалдырсаңыздар да болады, немесе басқа түске боясаңыздар да болады.